Осындай әдемі көріністе пәтеріміздің негізгі бөлмесінде тұрмыз. Қабырғаларымыз осындай ашық түсте, еденіміз толықтай паркетпен қойылған. Бізде осы бөліктерге перепланировка жұмыстары жасалынған. Терезелер толықтай пластик. Мына бөліктен былай қарай өтіп жүре береміз. Алдағы уақытта ас бөлме жиһазын қойып жіберсеңіз, нара аурасы өте жақсы пәтер болып шыға келеді. Мына тұс бізде бірінші жатын бөлмеміз, ең үлкен жатын бөлме деп айтса да болады. Ары қарай жүрсек, мына тұста екінші жатын бөлме. Қарауыларымыз толықтай астына ауыстырылған, жып-жылы үйіміз. Бұл бөліктің өзінің жеке балконы бар. Терезеден көрініс осы Бакирова көшесіне қарайды. Дәл мына тұста қалалық бөлмеде орналасқан. Ары қарай жүрсек, соңғы жатын бөлмеміз. Кіреберіс тұсымыз осындай. Бөлікте санузел орналасқан. Терезе қосымша бар. Олда пластикке ауыстырылған. Осындай көріп тұрсыздар, ауламыз кең, өте тап-таза, асфальттанған, толықтай жиекті тротуарларымыз бар. Әр подъездің алдында осындай скамейка қарастырылған. Жалпы қаламыздағы санаулы өте сапалы салынған үйлердің бірі. Модернизация ең сапалы жүрген. Подъезіміз тап-таза, сапалы түрде подъезге жаңарту жұмыстары жасалынған. Әр қабатта 2 пәтерден. Өте жақсы бағада үлгеріп қалынған.